Ақылды әйел әңгімесі. Ұзақ жылдар бойы қарамағындағы елін әділетті басқарған патша қайтыс болған соң, патша мұрагері оның баласы тағына отырады. Басына патша тәжісін киген жас жігіт бірнеше күннен соң сарайындағы бүкіл уәзірлерін шақырып алып, ертең барлықтарыңыз қыздарыңызды менің алдыма алып келіңіздер дейді. Мен алдыма келген қыздарға ойымда жүрген 3 сұрағымды қоямын. Кімде-кім менің қойған сұрақтарыма дұрыс жауап берсе, сол қызды өзіме өмірлік жар етіп аламын дейді. Жас патшаның аузынан шыққан сөзі екі болмайды. Ертеңіне әдемі киінген уәзір қыздары патша сарайына түгел жиналады. Көркемдігі бірінен бірі өтетін қаздай сұлу қыздардың алдына келіп, беттеріне ойлана қараған жас әмірші, менің сендерге қояр 3 сұрағым мынандай. Машриб пен Мағрибтің арасы қанша? Жер мен көктің арасы қанша? Өтірік пен шындықтың арасы қанша? 3 күннің ішінде менің осы сұрағыма дұрыс жауап берген қызды мен өзіме некелеп жар етіп аламын деп жарлық шығарады. Сарайға жиналған уәзір қыздары бұл сұраққа лайықты жауап таппай қиналады. Уәзірлер мен қыздарының ақылды патшаның қойған сұрақтарына жауап бере алмай қиналып жатқаны туралы хабар ел ішіне тарайды. Бұл хабар сол жақын маңда қой бағатын шопанның қызының құлағына да келіп жетеді. Ойпырмай, көп жылдардан бері сарайдағы патшаның ақылшысы болып жүрген уәзірлердің мына оп-оңай сұрақтардың жауабын білмегені қалай? Бұны естіген құлаққа ұят-ау. Қой ендеше осы сұрақтардың жауабын өзім айтайын деп патша сарайына бет алады. Патша өзінің дұрыс шешімін таппай жатқан сұрақтарына жауап беруге бір шопанның қызы келіп тұрғанын естіп қуанып кетеді. Есік алдында тұрған күзетшілері кідірместен қызды патшаның алдына алып барады. Қаршадай қызды көргенде бәрі аң-таң болып, сарай ішінде шыбын ызыңы естілердей тыныштық орнайды. Келген қыз не айтар екен дегендей барлығы оған ықыласпен құлақ түреді. Сіздің бірінші сұрағыңыз, Машриб пен Мағрибтің арасы 1 күндік жол. Себебі шығыстан шыққан күн батысқа барып батқанша 1 күн уақыт өтеді. Ал жер мен көктің арасы 2-ақ елі. Егер жоғары қарасаң көкті, ал төмен қарасаң жерді көресің. Көзіңнің алдына 2 саусағыңды қойсаң, ештемені де көрмейсің дейді қыз. Ал 3-ші сұрағыңыз, өтірік пен шындықтың арасы 4-ақ елі. Себебі кез келген нәрсені көзбен көрсең шын, құлақпен естіген өтірік. Басыңыздағы құлақ пен көздің арасы 4 елі деп іркілместен жауап береді. Шопан қызының жауабына шын көңілінен риза болып, патша баласы сөзінде тұрып қызға үйленіп, 30 күн ойын, 40 күн тойын өткізеді. Арада шамалы уақыт өткенде патша өзінің уәзірлерін тағы да сарайына жинап алады. Жиналған уәзірлері патшамыз не айтар екен деп көңілдері күпті болып тұрады. Тақта отырған патша уәзірлеріне бақылай қарап, мен ертең қасымдағы нөкерлеріммен саятқа кетемін. Онда неше күн жүретінім белгісіз. Сіздерді сарайыма жинап отырған себебім, менің көптен бері көкейімде жүрген бір сұрағым бар. Сіздер сол сұраққа жауап берулеріңіз керек. Егер дұрыс жауап бере алмасаңыздар, барлығыңызды жұмыстан шығарамын да ауыр жазаға тартамын дейді. Сұрағым, өтірік пен шындықтың арасында бір шеге бар. Сол шегенің не екенін шешулеріңіз керек дейді. Патшаның бұйрығына бағынбасқа лаж жоқ. Уәзірлер таңырқап қалады. Үйіне келгеннен кейін патша әйеліне қарап, мен бүгін өзімнің уәзірлеріме тағы да бір сұрақ бердім. Олар мен қайтып оралғанымша сол сұрағымның дұрыс жауабын тауып қоюы керек. Уәзірлерім бұл сұрағымның жауабын таппай, жаны қысылғасын, сенен келіп жәрдем сұрауы мүмкін.
Сен олардың ешқандай өтінішіне құлақ аспа. Есіңде болсын, сен оларға рахым етіп, сұрақтың дұрыс жауабын айтып қойсаң, онда осы сарайдан өзіңе керегіңді аласың да қараңды батырасың деп шегелеп тапсырады. Ертеңіне астына желмен жарысқан жүйрік атын мініп, ұшқыр тазысын ертіп патша жасағы аңға аттанады. Патша жасағы аңға аттанғаннан бастап, уәзірлері бастарының сұрақтың жауабын таба алмай, тасқа да суға да ұрады. Сұрақтың жауабын іздеп, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айрылған уәзірлердің ішкен асы бойларына тарамайды. Айдың күні аманында, дұрыс жауабынан күдер үзіп, жазықсыз жазаға тартыламыз-ау деген уәзірлердің мазасы кетеді. Көзді ашып жұмғанша, патшаның аңнан келетін уақыты да келіп қалады. Жаны мұрнының ұшына келген уәзірлері тайлы таяғы қалмай өлердегі сөздерін айтып жалынады. Бұны естігенде патшаның әйелі екі оттың ортасында қалғандай болады. Бұлай тартсаң арба сынады, бұлай тартсаң өгіз өледі. Енді не істеуім керек? Уәзірлерге жаны ашыған патшаның әйелі өтірік пен шындықтың арасындағы шеге ол тіл деп жауабын айтып қояды. Патша аңынан қайтып келген соң, уәзірлері берілген сұрақтың жауабы тіл екенін айтады. Сонда патша бұл сұрақтың жауабын уәзірлері таппағанын сезеді де, сендердің бұл сұрақтың жауабын таба алмайтындарыңды бес саусақтай білемін ғой. Сұрақтың дұрыс жауабын кім айтқанын айтыңдар. Шындарыңды айтпасаңдар, барлығыңды дарға асуға әмір беремін деп қорқытады. Қорыққан уәзірлері патшаға шындықты айтуға мәжбүр болады. Ашуға булыққан патша әйелін шақырып алады да, сен менің айтқанымды тыңдамай, сау басыңа сақина тілеп алдың. Патшаның екі сөйлегені өлгені. Сен патша сарайынан өзіңе керегіңді ал да, тезірек бұл жерден қараңды батыр дейді де түсін суытып. Патшаның аузынан шыққан сөздерінен салы суға кеткен ақылды әйелі үйіне келіп тәтті тағамдар жасап, шараптың неше атасын алдыртады. Күйеуіне келеді. Уа патшам, сізге менің бір өтінішім бар еді. Екеуміз соңғы рет дастархан басында отырып тамақтанайықшы деп патшаға өтініш білдіреді. Сүйікті әйелінің соңғы өтінішін жерге тастай алмаған патша оның айтқанына көне кетеді. Дастархан басындағы түрлі тағамнан дәм татқан патша әйелінің өз қолымен ұсынған шарабынан да бас тартпайды. Ішкен шарабы шамадан тыс көбейіп кеткен соң патша масайып қалады. Қолайлы сәтті құр жіберіп алмайтын ақылды әйелі сарай қызметкерлеріне әмір беріп, ат-арба алдыртады. Арбаға жайлы төсек салдырып, мас патшаны арбаға жатқызып, қаланың сыртына шығып кетеді. Бір кезде мастығынан айыққан патша көзін ашып, өзінің арбаның үстінде қаладан алыс жерде жатқанын байқайды. Патшаның көзін ашқанын сезген ақылды әйелі, тақсыр, сіз маған уәзірлерге берілген сұрақтың шешуін айтып қойсаң, сарайдан өзіңе керегіңді алып шығып кетесің деген едіңіз. Мен сіздің сол сөзіңіз бойынша сарайдан өзіме керегімді ғана алып қаладан шығып кеттім дейді. Патша өзінің ақылды әйелінің мұндай тапқырлығына шын көңілден риза болып, екеуі шаһарға қайта оралып, бақытты да баянды өмір сүрген екен.